Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгінгі жасайтын тағамымыз дунгандардың ұлттық тағамы момосияй тағамымен бөлісемін. Ең алдымен біз қамырымызды илейтін боламыз. Ашытқымызды, қантымызды, тұзымызды, 2 қасық сұйық майымызды, суымызды құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырдың үстіне кішкене сұйық май құйып, осылайша мұжимыз. Көтерілгеннен кейін біздің қолымызға жабыспайтындай болу үшін, жабыспақ болмау үшін осылай сұйық май жағамыз. Енді бетін салафанмен жауып, көтерілуін күтеміз. Нанымыз көтерілгенге дейін біз подливін жасайтын боламыз. Мен мына жерде бәрін турап дайындап қойдым. Енді қызып тұрған майымызға етімізді қуырып, етіміз әбден қуырылғаннан кейін үстіне пиязымызды қосып, тағы да қуырамыз. Дәміне қарай енді тұзын, бұрышын қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне сәбізімізді қосып, және де картопымызды қосамыз. Бір араластырып жіберіп, мен үстіне чеснок қостым. 2 чеснокты осылай сақтап турап жібердім. Және де паприка қосып, жақсылап бір араластырып, және де томат пастасының орнына мен ковра қостым. 2-3 қасық ковра қосып, суын құйып, бетімен бірде қылып су құямыз. Суын молынан құйғандарыңыз дұрыс, өйткені буға пысқан момамызды матырып жегенге жақсы болады. Мінекей қамырымыз уже көтерілді. Қазір қамырымызды осылайша 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін алып, осылай оқтаумен жұқалатып жаямыз. Одан кейін ортасына сұйық май немесе сары майды ертіп жақсаңыздар болады. Және де мен мұнда кептірілген укропты қолдандым. Свежий укропты да турап қоссаңыздар болады. Немесе жасыл сарымсақты да қосуға болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мінекей 3 тестамызды да осылай ортасына майын жағып, укробымызды сеуіп, осылай дайындап аламыз. Одан кейін осындай бөліктерге бөлеміз. Бір бөліктерін осылай 2 бөлім бірінің үстіне бірін қойып, осылай ағаштың көмегімен ортасынан қатты басып, 2 жағына кішкене созып, одан кейін осылайша орап, тоқаш тәрізді жасаймыз. Мінекей осылай болады. Содан кейін мантаваркамыздың тавасын майлап, осылайша дізіп шығамыз. Арасын жақындатып қоймаңыздар. Ол буда кішке көтеріліп піседі, сонда бір-біріне жабыспау үшін. Қалған қамырларымызды да осылай бөліктерге бөліп алып, тура жәнегідей жасайтын боламыз. Мінекей сіздерге тағы да бір көрсетейін. Бірінің үстіне бірін қойып, ағаштың үстіне басып, одан кейін 2 шетінен кішкене созамыз. Ортасына ағашты қойып, 2 шетін біріктіріп, ағашымызды бұлай орап-орап, осылайша қатты басып, ағашты ақырын тартып аламыз. Сонда міне осындай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалу жолы. Бұлай қарағанымен қиындау сияқты болады, бірақ жасасаңыздар өте жеңіл және ерекше тағам екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл видеоның астында описанияға қалдыратын боламын құрамдарын. Мінекей осылай болады. Сіздер үшін тағы да бір лез көрсетейін. Мінекей осылай 2 тестаны бірінің үстіне қоямыз, ортасынан басамыз. Осылай ағашымызды алып, 2 шетінен кішкене созып, ағашымызды ортасына қойып, 2 шетін бұлай біріктіріп, орап, қатты басып, ағашты ақырын тартып аламыз. Мінекей осындай әдемі тоқаш тәрізді болып шығады.
Міне енді біз 45 минутта осы буда пісіріп алатын боламыз. Подливіміз да дайын болды, 45 минутымыз да өтті. Момасияйымыз да дайын болды. Мінеки осылайша дастарханымызға әдемілеп ұсынатын боламыз. Түрінен де көрініп тұр, өте ерекше тағам екені. Сіздер де осылай жасап көріңіздер ауызашарға. Өте дәмді, тойымды тағам. Достар, сіздер менің арнама тіркеліп, өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің келесі шығатын видеомды сонда сіздер бірінші болып көре алатын боласыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға өте қуаныштымын. Сіздермен бірге болған Арай.